Жапония 7000 аралы бар архипелагта орналасқан. Соның ішіндегі ең ірі 4 аралы Хонсю, Хоккайдо, Кюсю және Шикоку. Жапонияның климаты теңіздік ылғалды болып келеді. Тек Хоккайдо аралының климаты ғана өзгеше. Онда қыс қарлы әрі суық, ал жазы жылы. Мемлекеттің ландшафты таулы, елдің 60% ормандар алып жатыр. Жапония сейсмикалық белсенді аймақта орналасқандықтан жер сілкіністері үнемі орын алады. Ел аумағында 200-ге жуық жанартау бар. Оның 40-ы белсенді. Басқа қауіпті табиғи құбылыстың бірі тайфун. Олар Жапонияға тынық мұхиттан келеді. Жапония халқының саны Ресеймен қатарлас болса да, жер аумағы Ресейдің 2%-ын ғана құрайды. Сондықтан да халықтың тығыздығы өте жоғары. 1 квадрат километрге 336 адам, ал Ресейде 8,5 адам. Жапония халқының жартысынан көбі қалаларда тұрады. Сол қалалардың ең ірісі Токио, Жапонияның астанасы. Бұл жерде дәстүрлі дүниелер мен заманауи дүниелер араласып симбиоз құрайды. Токио әлемдегі ірі агломерациялардың бірі. Халық саны 37 миллион адам. Йокогама Жапонияның ең ірі портты қалаларының бірі. Бұл қаланың символдарының бірі Landmark Tower зәулім ғимараты. Оның биіктігі 206 метр. Онымен қоса Минато Мирай ауданы бар. Осака ірі порт, әрі бизнес пен коммерцияның орталығы. Өзінің архитектурасымен, түнгі өмірімен және көше тағамдарымен танымал. Саппоро солтүстіктегі арал Хоккайдоның орталығы. Өзінің шаңғы курорттарымен, сырасымен және ыстық бұлақтарымен танымал. Бұл жерде жыл сайын өтіп, әлем бойынша 2 миллион туристі өзіне тартатын Хар фестивалі өтеді. Жапонияның қоғамдық көліктері жылдам әрі сенімді. Қоғамдық көліктердің көпшілігі метро мен трамвайдан тұрады. Жапониядағы қалалардың арасы теңіз және әуе транспорттарымен байланыстырылған. Жай күндері адамдары велосипедпен немесе қоғамдық көліктерді қолданады. Автокөлікпен жүретін адамдар да жеткілікті. Теміржол қатынасы да жақсы дамыған. Атышулы аса жылдам пойыздар Жапонияның символына айналған. Олардың ішіндегі ең жылдамы Синкансен деп аталады. Оның жылдамдығы сағатына 320 шақырым. Онымен қоса Жапония магнит төсенішті жылдам пойыздар жүйесін жасау үстінде. 2015 жылы сынақ кезінде жылдамдықтың абсолютті рекорды орнатылды. Пойыздың жылдамдығы сағатына 603 шақырымды құрады. Айтпақшы, қоғамдық көлікте ұялы телефонмен сөйлесуге болмайды. Жапониядағы жолдардың сапасы өте керемет. Жолақтары мен белгілері анық әрі түсінікті және ағылшын тіліне аударылған. Сол жақты қозғалыс қолданылады. Магистральдерде ең жоғары рұқсат етілген жылдамдық сағатына 100 шақырым. Жапония жер асты туннелдерінің ұзындығы бойынша әлемде Қытайдан кейінгі екінші орында. Барлық ұзындығы 4000 км. Автомобилизациялау көрсеткіші әлемдегі ең алдыңғы орында. Жапония әлем бойынша автомобиль шығарудан ақш пен Қытайдан кейін 3-ші орында. Honda, Suzuki, Mazda, Nissan, Toyota және тағыда басқа автобрендтердің отаны саналады. Жапонияда жеңіл автокөліктердің жеке категориясы бар. Ол кейкар деп аталады. Нөмірлері сары болып келеді. Басқа көліктерден ажырату өте оңай. Көлемі шағындау әрі біраз ұсқынсыздау. Есесіне осы көліктің жүргізушілері сақтандыру және салықтың жеңілдіктерін алады. Жапонияда жанармай мен тұрақтар өте қымбат. Елде спорт кең тараған. Жапония ең алдымен карате, дзюдо, сумо күресі секілді спорт түрлерімен белгілі. Заманауи Жапонияда бейсбол, футбол, гольф және автожарыстарға да қызығушылық жоғары. Сузуки трассасында Формула 1-дің жарыстары өтіп тұрады. Дрифт секілді спорт түрі 1960 жылдары Жапонияда пайда болған. Жалпы ішкі өнім бойынша Жапония әлемде ақш пен Қытайдан кейін 3-ші орында. Табиғи қазба байлығы жоқ ел үшін бұл үлкен көрсеткіш. Жапонияда жоғарғы технологиялар керемет дамыған. Оның ішінде робототехника мен электроника, автомобиль, кеме құрастыру және ауыл шаруашылығы. Жапония Canon, Panasonic, Sony, Nikon секілді электроника брендтерінің отаны. Елдегі жұмыссыздықтың көрсеткіші әлем бойынша ең төмен деңгейде. Орта жалақы айына $2600, яғни бүгінгі курспен шамамен $1,203,000 теңге. Жапондықтар еңбекқор халық. Еңбек демалысы жылына ары кетсе 10 күн.
көпшіліктің өмірлік мақсаты елдің немесе компанияның дамуына үлес қосу. Жұмыстан кейін қалу, демалыс күндері жұмысқа шығу жапондықтар үшін қалыпты жағдай. Бұған қатысты жапон тілінде арнайы кароши деген сөз пайда болған. Мағынасы жұмыстан шаршап қайтыс болу деген сөз. Жапонияда барлық жерде хай-тек деп ойласаңыз қателесесіз. Көптеген кәсіпорындарда әлі күнге дейін факсты қолданады. Жасы келген қызметкерлер жаңа дүниелерді қабылдамай, ескіше жұмыс дегенді ұнатады. Баспана Жапонияда қымбат. 2016 жылғы деректерге сүйенсек, 1 шаршы метр 4,5-8 мың долларды құраған. Қалаларда бір бөлмелі шағын пәтерлер танымал. Ондағы бөлменің көлемі 10 метр квадрат және ас бөлмесі 5 метр квадрат. Алайда Жапониядағы орташа баспананың көлемі де аз емес, 95 метр квадрат. Салыстырсақ, Британияда 76, ал Ресейде 60. Пәтерлер қымбат болғанмен мемлекеттік ипотека 1,5% құрайды. Қыста жапон пәтерлері салқындау, өйткені орталық жылу жүйесі жоқ. Судың бағасы да арзан емес. Капсула қонақ үйлер ең үнемді қонақ үйлерге жатады. Бұл қонақ үйлердің тұрақты клиенттері жапондардың өзі. Жапонияда шетелдік тілдер танымал емес, себебі Жапонияның 98% тұрғыны жапондықтар. Жапонияда тұратын шетелдіктерге қиын, өйткені олар үнемі көпшіліктің назарында. Тіпті елде 30-40 жыл тұрсаңыз да, сізге «Оу, жарайсың, таяқшаларды жақсы қолданады екенсің» деп комплимент жасайтын адамдар табылады. Жапонияның Жапония болып қала беруіне не себеп? Біріншіден, географиялық орналасу. Екіншіден, Жапонияның миграциондық саясаты өте қатаң. Мысалға, 2014 жылы Жапонияға босқындардан 5000 өтініш келіп түскен. Оның тек 16-сына ғана оң жауап берілген. Жапонияда қалаған жұмысыңызға кірсеңіз де, ол жақта өзіңіз боп кете алмайсыз. Тіпті корейлер мен қытайлар да бөтен саналады. Жапонияда білім беру ақылы әрі қымбат. Бұл жерде бәсекелестік өте жоғары. Сол себепті өзіңіздің мықты екеніңізді көрсету үшін көп оқып дайындалуға тура келеді. Оқушыға қысым ата-анадан да, мұғалімдерден де болады. Жапониядағы сервис көптің көңілінен шығатындығы анық. Олар сіздің есіңізді шығармайды, әрі өте сыпайы. Дүкендерде, шаштараздарда, мейрамханаларда барлығына бірдей қарым-қатынас жасалады. Өйткені жапондық сервистің ең бірінші қағидасы клиентті сыйлау. Жапон модасы десе, ойға түрлі түсті өрескел нәрселер келуі мүмкін. Бұл расымен де солай. Көк шашпен жылтыраған киім шынымен де бар. Десе де бұл көбіне субмәдениет өкілдеріне тән. Жапондықтардың көпшілігі дәстүрлі еуропалық киімдерді киеді, ал бетперде болса Жапонияда ұлттық киімдей болып кеткен. Қыста тұмау жұқтырмас үшін, ал көктемде аллергияға ұшырамас үшін киеді. Онымен қоса Жапония әлемді өзінің ақылға қонымсыз ток-шоуларымен таңғалдырып келеді. Әлемге танымал аниме мен комикстер жапон халқының жан дүниесін түсінудің бір құралы іспетті. Өйткені онымен бүкіл Жапония әуестенеді. Жапондар караокеде ән салуды ұнатады. Жалпы караокеде ән салу Жапонияда пайда болған. Жапонияда тамақтану мәдениеті де аса жоғары деңгейде. Қоғамдық тамақтану орындары көп тараған. Дәмді әрі арзан тамақтануға әбден болады. Жапондардың жейтін көп тағамдары аз калориялы және пайдалы. Негізгі ингредиенттерге күріш, теңіз өнімдері және соя кіреді. Саке кең тараған сусын болса да, сыра ең танымал сусынға жатады. Жапондар бір сұрақтар мен мәселелерді шешу үшін бір-бірінің үйіне қонаққа шақыра бермейді. Ол үшін мейрамханалар мен дәмханалар да жеткілікті. Жапонияда шай бұлға қалдыру үрдісі жоқ. Оны сізден алмайды да. Көп жерлерде шылым шегетіндерге арналған жеке орын қарастырылмаған. Тек қана Жапонияда дәмдердің таңғаларлық үйлесімін көруге болады. Мысалға, қызанақ дәмі бар балмұздақ, васаби дәмі бар киткат, немесе қияр дәмі бар пепси. Жапония адам жасының өмір сүру ұзақтығы бойынша әлемдегі алдыңғы қатарларда. Халықтың орта жас ұзақтығы 83,7 жыл. Жапон ерлері европалық көзқараспен қарағанда сыпайы емес. Қыздарға орын беру, есік ашу сияқты нәрселер оларға тән емес. Көбіне жапон қыздары ұнататын адамдарына бірінші болып көңілін білдіреді. Жапондар комплиментті де көп айта бермейді. Көбінесе күлімдеп жүреді. Солайша қиындықтарды күлімдеп қарсы алуға тырысады. Бүгінгі Жапония дәстүрлер мен заманауи дүниелерді ұштастырған керемет мемлекет. Қазақстан да осы елдің деңгейіне жетсе екен деп тілеймін.